Сіз тарихымыздағы ең әйемгі һәм сырлы үлкен қойымшылық қайсы екенін білесіз бе? Бүгін мен Қожелі қаласынан 7-8 километр батыста жайласқан Орайлық Азияның ең әйемгі орындарынан бірі Міздахан комплексіндемін. Көріп тұрғаныңыздай, бұл тек қана әулие емес. Бұл 200 гектарлық майданда жайласқан 1000 жылдық тарихтың, зардуштилік һәм ислам мәдениетінің бірлескен Ұлы Жібек жолының гуасы болған әйемгі қала. Комплекс екі төбеліктен ibarat. Біріншісі Гаур қала, Міздаханның әйемгі бөлімі болып, оның қалың пақса диуалы һәм аркасының қалдықлары сақланып қалған. Екінші төбелік қойымшылыққа айланған, яғни менің осы тұрған жерім. Комплекс 9-12 әсірлерде гүллеп жаснаған һәм 12.000 тұрақ жайдан ibarat болған. Бірақ бұл жерді 1221 жылы Шыңғыс ханның атлы әскерлері өтіп, бұл Гозал қаланы Қарабаханаға айландырған. Сондай-ақ 1388 жылы ең үлкен һәм ақырғы соққыны Амир Тимур берген. Бұл шабуылдан кейін Міздахан тірі адамлардың тұрақ жайы спадында қайта тікіленбеген. Бірақ та Ұлы Жібек жолы себепле ол қайта жанланған. Енді Міздаханның ең үлкен жұмбағына тоқталсақ, неге ол Міздахан деп айтылады? Ең текарғы іліми версия анқырағы Алым Сергей Павлович Толстовтың зерттеулеріне текарланған жағдайда бізді зардуштилік дәуіріне алып барады. Міздахан сөзі зардуштилік дінінің бірден-бір һәм бас құдайы Ахура Мазда атының қысқартпасы, яғни Мазда сөзінен келіп шыққан делінеді. Екінші вариант толық басқаша, халық аузекі дөретпесінен, яғни бұл жерде Міздахан атлы үлкен хүкімдар жасаған делінеді. Ал оннан басқа деректерде Міздахан негізінен Мәздек, ямаса Мәздек кент деген атамаға ие екенлігі айтылады. Халық аузында Мәздек жерінің киелі екенлігі хақында Мәздектің дәнін жеген кептер Мәкке, Мәдинадан келіп кетер деп айтылған хикметлі сөздер де бар екен. Сондай-ақ бұл жерде Назлымхан Сұлудың жер асты мақбарасы, Шамун Наби, Ержеп Қалпе һәм Мәдеминхан мақбаралары, Каруансарай, Қырықшопан қорғаны, Жомарт Қасап мұнарасы, медресе һәм басқа да қойымшылықлар жайласқан. Бұлар хақында кейінгі видеоларымызда толық сөз етемін. Ал сіз осы комплекске келіп көрдіңіз бе? Келген болсаңыз, сізді нелер хайран қалдырды? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың.